Қаз дауысты Қазбек. Қазбек Келдібекұлы 1667 жылы Сырдария өзені жағасында дүниеге келген. Нақты туылған жері белгісіз. Балалық шағын Қаратау мен Ұлытауда өткізді. Қазбек орта жүз арғын ішіндегі Қаракесек руынан Болатқожадан тараған. Софыс Матайдың кітабындағы деректерге сүйенсек, Қазбектің өз әкесі Келдібек, ұлы әкесі, яғни атасы Абыз атанған Шаншар, бабасы Бұлбұл. Ата-бабасы тілге шешен, сөзге ұйыған, уәжге тоқтаған білікті адамдар. Қазбектің атасы Шаншар ескіше көп оқып, төңірегіне ақыл кеңесімен, үлгі өнегесімен ерекшеленіп, Абыз атануы да тегін емес. Қазбектің анасы Тоқмейіл. Қазбек осы Тоқмейілден туған 6 баланың ең үлкені еді. Тоқмейілдің әкесі Сүлеймен деген кісі осынау ғұлама жанмен көрші болу үшін қасына әдейілеп көшіп келмесе, Келдібек пен Тоқмейілдің бір-бірімен кездесуі, отау құруы жайындағы ел аузында аңыз болған хикая таралмас па еді. Халықтың кемеңгер көсемі болған қаз дауысты Қазбек өмірге келмес пе еді. Қаз дауысты Қазбек жас кезінен бастап өзінің өткір ақыл ойымен және терең білімімен ерекшеленген. Көптеген аңыз әңгімелермен, мақал мәтелдермен және нақыл сөздермен таныс болған. 1667 жылы шыр етіп дүние есігін ашқан нәресте өсе келе Үйсін Төле бимен, Алшын Әйтеке бимен терезесін теңестіріп, қазақ халқының кемеңгер 3 биінің бірі қаз дауысты Қазбекке айналды. Бала би деген аттан Дана би деген атаққа дейін көтерілген Қазбектің ғұмыр жолы 17-18 ғасырлардағы қазақ халқының аса бір қилы кезеңімен, дүрбелең оқиғаларымен тікелей байланысты. 1860 жылы Қазбек 13 жасқа толғанда Әз Тәуке атанған Тәуке қазақ хандығының тағына отырған еді. Есім ханның кезінде 6 алаш атанып, қазақтың 300 мен Ноғай, Башқұрт, Өзбекті құраған қазақ даласындағы хандықтың бірлігі әлсіреп, Ноғай, Башқұрт, Өзбек одақтары ыдырап, енді 4 алаш атауымен 300-ге қырғыз ұлысы қосылып, Тәукенің қол астына жиналған еді. Осы 4 алаштың басына 4 биді, ұлы жүзге Төленді, орта жүзге Қазбекті, кіші жүзге Әйтекені, қырғыз биін қырғыз ұлысына қойып, солар арқылы ел басқару тізгінін өз қолында ұстап отырған. Әдебиет порталында көрсетілген деректерге сүйенсек, қаз дауысты Қазбек 14 жасында қазақ елшілерімен бірге Жоңғар ханы Сыбан Раптанмен келіссөздер жүргізуге аттанады. Өзінің батылдығының және шешендік өнерінің арқасында халықтан ұрланған мүлікті елге қайтарып, тұтқындарды босатты. Оның шешендігіне таң қалған Сыбан Раптан болашақ биді қаз дауысты деп атап, бұл ат Қазбек бидің өмірінің соңына дейін сақталып қалды. Бұған дейін Жоңғар хандығында тағы да бірнеше рет дипломатиялық сапармен барған. Осындай сапарлардың бірінде тұтқынға алынған Абылай ханды босата алады. Қазбек би Абылайды қазақ халқын біріктіре алатын адам ретінде қарастырып, оны азат ету үшін үлкен табандылық танытты. Сондай-ақ келіссөздердің нәтижесінде Түркістан қаласы және қазақтың 32 елді мекені жаудан құтқарылды. Тәуке хан Қазбекті орта жүздің басты биі етіп тағайындаған. Ол 300-ді біріктіруге үлкен үлесін қосып, жоңғар басқыншыларына қарсы жалпы ұлттық күресті ұйымдастырған. Сондай-ақ 7 жарғы заңдар жинағының авторларының бірі болып саналады. Тәуке хан өлгеннен кейін Сәмеке, Әбілмәмбет және Абылай хандардың тұсында мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатына белсене араласқан. Атақты би 1764 жылдың желтоқсанында Семізбұға тауының етегінде қайтыс болды. Оның баласы Бекболат күйгіз үй салып, әкесінің денесін 4 ай бойы осында ұстады. Қар жауып болған соң мәйітті Түркістанға жеткізіп, Яссауи кесенесінде жерледі. Қазбек өмірінің барлық кезеңінде елімізді бір тұтастыққа шақырды, хандар арасындағы алауыздықтарды шешіп отырды және көрші халықтармен өркениетті қарым-қатынасты орнатуға тырысты.
Құрметті көрермен, хабар ұнаса арнаға тіркеліп, сіздерді қызықтыратын тақырыптар болса комментарийге жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.